Сәлем достар. Бұл видеода мен сіздер үшін сонау 18 жыл бұрын, 2007 жылы шыққан iPhone 2G сіздер үшін тауып алдым. Соған шолу жасаймыз, алдымен 2007 жылға барып қайтайық. Is a breakthrough internet communications device. Three things: a widescreen iPod with touch controls, a revolutionary mobile phone, and a breakthrough internet communications device. An iPod, a phone, and an internet communicator. An iPod, a phone. Are you getting it? These are not three separate devices. This is one device, and we are calling it iPhone. What's wrong with their user interfaces? Well, the problem with them is really sort of in the bottom 40 there. It's this stuff right here. They all have these keyboards that are there whether you need them or not to be there. It doesn't work because the buttons and the controls can't change. But what we're going to do is get rid of all these buttons and just make a giant screen. We're going to use a stylus. No. No. Who wants a stylus? You have to get them and put them away and you lose them. Yuck. We're going to use the best pointing device in the world. We're going to use a pointing device that we're all born with. We're born with. Марқұм Стив Джобс атамыз легенда ғой. Ол кісі болмаса айфондар болмаушы еді. Ал қорапты ашайық, сол кезде қандай комплект болғанын көрейік. Қораптың сыртында iPhone 2 суреті тұр, осылайша сатылған. Мына жақ қырында iPhone 16 гигабайттық нұсқада деп жазылған, артында техникалық сипаттамасы. Басқа қырларында Apple белгішелері. Мінекей қолымызда легендарный iPhone 2G. Сол кездегі ғажайып телефон. Жағдайы жақсы сақталған екен, кішкене сәл сырылған. Соған қарамастан жақсы істеп қосылып тұр. Телефоннан басқа қорапшада қағаз, finger types және нұсқаулықтар жазылған. Нұсқаулықтан басқа екі алма наклейкасы бар. Кез келген жерге жабыстыруға болады. Және де сымды вермешел құлаққаптар бар. Одан басқа қуаттайтын зарядкасы болу керек еді, бірақ қазір жоқ болып тұрғаны. Және док станция iPhone'ның сол кездегі фишкасы. Тағы да міне 32 пиндік кабель. Осыдан басқа қорапта түк жоқ. iPhone 2G де сол жағында дыбыс шығаратын және без звукаға қоятын қосқыш бар. Үстінде наушник, сим-карта тығатын және телефон өшіріп қосатын батырма бар. Оң жағында ештеңе жоқ. Ал астында екі дыбыс динамигі, 32 пиндік разъем қуат көзін алу және компьютермен байланыс үшін. Артында сол уақытқа арналған 2 мегапиксель камера бар. Ортасында алма значогы. Астына арай пластик, ішінде антеннасы бар. Экран диагоналі 3:5 өте қызық, иә. Соған қарамастан, өз жасына қарамастан, iPhone ширақ болып тұр. картамыз, Стив атамыз және Джонатан Айв досы телефонға дизайн жағынан аямаған. Джонатан Айв деген ол Apple компаниясында компьютерлік дизайнер болған. Стив Джобс марқұм болғаннан кейін компаниядан кетіп қалған. Айвтың жұмыстарын алғашқы ноутбуктерге, планшеттерде және телефондарда көруге болады. Яғни дизайн негізін қалап кеткен. КАЗТехноГид арнасында Apple тарихын көруге болады. Сол видеода барлық қызық мәлімет айтылған. Осымен видео соңына жетті. Видео ұнаса каналға тіркеліп лайк басып достарыңызбен бөлісіңіздер. Сіздермен бірге КАЗТехноГид арнасы.